Баршаңызға сәлем, ереке арнасына қош келдіңіздер. Катардағы футболдан әлем чемпионатының басталуына 5 күн қалды. Көптеген футбол жұлдыздары өздерінің ұлттық құрамалары әлем чемпионатының ақтық кезеңіне өтпеген себепті бұл додаға қатыса алмайды. Олардың ішінде Италия футболшылары, мысырлық Салах, норвегиялық Холланд және словениялық Ян Облак бар. Ал бүгінгі айтылатын тізімдегі футболшыларды жаттықтырушы алмады, немесе жарақат себепті қатыса алмайды. Серхио Рамос, Испания. Серхио Рамос ұлттық құрамадағы мансабын аяқтаған сияқты болып көрінеді. Шындығында Луис Энрике оны жай ғана шақырмады. Мен Рамос туралы айта аламын, бірақ мен бұл тізімге қазіргі уақытта ең үздік 25 ойыншыны қостым. Сөзсіз, Серхио командаға оралуы мүмкін деп жауап берді жаттықтырушы қыркүйекте. Бұл сыпайы ғана бас тарту болғанға ұқсайды. Пол Погба және Нголо Канте, Франция. Франция құрамасының бас бапкері Дидье Дешам 2018 жылы Ресейде өткен әлем чемпионатында жеңіске жеткен екі жартылай қорғаушысыз қалды. Кантеге қазан айында сіңірінің жарақатына байланысты ота жасалды және 2023 жылға дейін алаңға шықпайды. Погба да маусым алдындағы тізе жарақатынан кейін пышақ астына түсуге мәжбүр болды. Ювентус дәрігерлері Полға жазда ота жасауды ұсынды, бірақ жартылай қорғаушы одан бас тартып, оған терапия көмектесетінін айтты. Нәтижесінде операция қыркүйекте жасалды, сондықтан Погбаның әлем чемпионатына қалпына келуге уақыты болмады. Антони Марсиаль және Ферлан Менди, Франция. Ал бұл жігіттерді жаттықтырушының өзі алмады. Керемет статистикасына қарамастан, яғни осы маусымда Марсиальда 4 соққыдан кейін 4 гол бар. Көп жағдайда Тони емделді, сондықтан ол идеалды формадан тым алыс. Біреуді Францияның шабуылынан жылжыту шындыққа жанаспайды. Ферланды шақырмаудың логикалық себептері жоқ. Журналистердің ессіз нұсқасы ғана бар. Менди Францияның бастапқы өтінімінде болды, бірақ Флорентина Пәрістің қоңырауынан кейін қорғаушы Камавингаға ауыстырылды. Диего Жота, Педро Нету, Ренату Санчес, Португалия. Португалия Франция сияқты бірден екі негізгі ойыншысынан айырылды. Ливерпульдің вингері Диего Жота мен Вулверхэмптонның вингері Педро Нето Фернандо Сантос командасының құрамында әлем чемпионатына бармайды. Ал Ренату Санчес кеңейтілген команда құрамында болды, бірақ соңғы өтінімге жете алмады. Бұл таңғаларлық емес. Ол ПСЖ үшін іс жүзінде ойнамады. Парижде 3 айға жуық уақыт бойы ол Лига 1-де бір толық матч ойнамады. Филиппе Каутиньо, Роберто Фирмино, Бразилия. Астон Вилла жартылай қорғаушысы Катарға бара алмайды. Бразилия құрамасының шабуылындағы бәсекелестік әрқашан керемет болды. Осы арада айту кетейік, пентакампиондардың бас бапкері Тите бұрын Каутиньоға сенетін. 2022 жылы ол ұлттық құрама сапында 5 кездесу өткізіп, 3 гол соққан. Филипп аяғынан жарақат алды және жаңа жылға дейін алаңға шықпайды. Турнирде ойнау үміті үзілді. Әлсіз 2021-22 маусымнан кейін Ливерпуль шабуылшысы осы маусымда керемет ойнап бастады. 20 ойында 8 гол соғып, 4 голдық пас жасады. Әрине бұл ұлттық құрамадағы шабуылдаушылардан жоғары болды. Barcelona, Richard. Meio-campistas: Bruno Guimarães, Juventus, Alex Telles, Neymar, PSG, Ederson, Manchester City, o Everton.
Джорджино Вейналдум, Нидерланды. Өкінішке орай, ең жарқын командаларының бірінің капитаны, Нидерландының қызғылт сары командасының жартылай қорғаушысы Джорджино Вейналдум да Катарда ойнамайды. Тамыз айында Ромаға енді ғана ауысқан Джини жаттығу кезінде оң жақ жіліншігін сындырып, ұзақ уақыт алаңға шықпады. Оның әлем чемпионатына қатысуы тіпті талқыланбады. Райан Гравенберг, Нидерланды. Бұл жас голландиялықты жаттықтырушының алмаған себебі ойнаған ойын уақыты. Баварияға ауысып барғаннан кейін барлық турнирлерде 500 минут. Райанның өзі басқасын күтті. Я, шынымды айтсам солай. Мен ойнағым келеді, бірақ бапкер басқа ойыншыларды таңдайды. Мен көбірек минут аламын деп үміттенемін, бірақ мен сабырлы болуым керек деді ол қыркүйекте. Рис Джеймс және Бен Чилуэлл, Англия. Англияның оң қорғаушысы тізедегі ақауға байланысты әлем чемпионатына қатыса алмайды. Мен қатты күйзелдім. Жарақат алған кезде дер кезінде қалпына келу қиын болатынын білдім. Бірақ бұл мүмкін деп ойладым. Турнирде сәттілік жігіттер, мен жақында ораламын, сау болыңдар деп жазды Джеймс әлеуметтік желілерде. Үш арыстанның сол қанаты да әлсіреді. Сіңірінің жарақатына байланысты Челсидің тағы бір қорғаушысы Бен Чилуэлл әлем чемпионаты туралы арманымен қоштасты. Джейдон Санчо, Фикайо Томари және Тэмми Абрахам, Англия. Бұл үш жігітті жаттықтырушы алмады. Джейдон мен бәрі түсінікті. Ол Юнайтедтің негізгі құрамынан шығып қалды. Біріншіден жеңіл жарақат болса да формаға байланысты. Фикайо бойынша Саутгейт былай деп түсіндірді. Біз жас орталық қорғаушылар үлкендерді ығыстырып шығару үшін жеткілікті әрекет жасады деп ойламаймыз. Әрең ойнаған Гарри Магуайр чемпион Миланның негізгі қорғаушысынан жақсырақ. Тэмми іске асырылмаған мүмкіндіктердің патшасы. Ағылшын тек А сериясында тек 3 рет гол соқты. Қысқа турнирде мұндай сырапшыл шабуылшыны ұстау тиімді емес. Естеріңізге сала кетейін, футболдан әлем чемпионаты қарашаның 20-сы басталады. Сіздер қай құрамаға жанкүйер етесіздер? Пікір жазып кетіңіздер. Ал сіздер стадиондағы болған қайғылы оқиғалар туралы видеоны көрдіңіздер ме? Көрмесеңіздер, мына сілтеме арқылы өтіп тамашалаңыздар.